Хазіретті Мұхаммед саллаллаху алейхи уә сәләм Аллахтың жерге жіберген соңғы пайғамбары, ислам дінінің негізін салушы. Ол әбден адасқан адамдарды тура жолға салып, түрлі қауіптерден сақтап қалған. Пайғамбар ақырзаман қалай болатынын және онда шандай қауіптер болатынын айтып кетті. Ақырзаманның белгілерін айтатын боламыз. Ол үшін каналға тіркеліп, лайк басып, пікіріңіз болса жаза кетіңіз. Ең алдымен пайғамбардың өмірбаянын айта кетейік. Мұхаммед пайғамбар Мекке қаласында шамамен 573 жылы дүниеге келді. Ол Хира тауында үңгірде өмір сүрді. Ол 40 жасқа толғанда Аллахтан уахи түсті. Осыдан бастап ол елге ислам дінін насихаттай бастады. Ол өз сөзінде жаратушы жалғыз екендігін, оған бойұсыну керек екендігін айтты. Себебі ол кездегі адамдар түрлі құдайларға сеніп әбден алжасқан. Ол кезде ұрлық, кісі өлтіру, алаяқтық секілді аморальды істер көбейіп тұрды. Адамдар әбден бетімен кеткен еді. Міне, асыл пайғамбарымыз осылардың бәрін тию үшін жұмыс істеді. Мұхаммед пайғамбардың өміріне дейін айтқан насихаттаған сөздерден Құран түсті. Мұсылмандар оны Құдайдың сөзі дейді, және асыл дініміз соған негізделеді. Құран адамды мейірімділікке, ізгілікке шашырады. Дегенмен ислам дінін қаламағандар өте көп болды. Бірақ Мұхаммед саллаллаху алейхи уә сәләм Аллахтың сөзімен өмірінің соңына дейін шайқасып келеді. Пайғамбарымыздың арқасында қазір әлемде ислам діні қанат жайып тұр. Ислам діні ізгілі. Мұнда әрбір адам баласы көркем мінезді болу керек дейді. Бірақ та ислам дінін дұрыс білмегендер дініміздің атынан кір кетіруде. Мұны сезген Мұхаммед пайғамбар алда ақырзаман болатынын ескертіп кетті. Ақырзаман жақындағанда тіршілік тоқтайды. Мұны қиямет қайғым дейді. Құран аяттары да айқындай түседі. Әй, адам баласы! Раббыларыңнан қорқыңдар, расында қияметтің сілкінісі үлкен нәрсе. Ол күні әр емізушінің емізгенін ұмытқанын және әрбір буаз жәндіктің іш тастағанын көресің. Адамдарды мас түрінде көресің. Негізінде олар мас емес. Бірақ Аллахтың азабы қатты. Ол күні аспан еріген кен сияшты болады. Таулар түтілген жүндей болады. Дос достың халін сұрамайды. Көк жарылған сәтте, жұлдыздар төгілген сәтте, теңіздер тасыған сәтте, қабірлер қопарылған кезде әркім алдындағы және артындағы нәрсені біледі. Қияметтің күні қашан болады деп сұрайды. Қашан көз шағылысқан ай тұтылған, күн мен ай бір араға келген кезде адамдар қашатын, жер қайда дейді. Жоқ, әсте пана жоқ, ол күнгі тұрақ Раббыңның алды. Мұхаммед пайғамбар қияметтің күні қашан дегендерге оны тек бір Алла ғана біледі деген екен. Хадистерде мыналар болмайынша қиямет қайғым болмайды делінген ғибратты әңгімелер бар. Ғұламалар хадистерді оқып, зерттеуінше ол екіге бөлінеді. Мұхаммед пайғамбардың туылғанының өзі қиямет қайғымның алғашқы белгісі. Себебі Мұхаммед пайғамбар мен қияметпен бірге туылдым деп ортаншы мен сұқ саусақтарын көрсетеді. Мына бір хадиске қарайтын болсақ, Мұхаммед пайғамбар мынандай оқиғалардың болуына хабар береді. Ақырзаман екіге бөлінеді. Біріншісі кіші белгісі. Оларды атап өтейік, адамдар намазды қаза етеді, тіпті оқымайды. Нәпсіге бой алдырып қалағанын істейді, аманатқа қиянат етеді. Харам нәрселерді халал деп санайды. Өсімнен түскен ақшаны жейді. Пара алушылық көбейеді. Зәулім үйлер салынады. Дүниеге шызығып, дінін сатады. Туыстық қатынастар үзіледі. Жабайы аңдардың терісінен киім тігіп киіледі. Ерлі зайыптылардың ажырасуы көбейеді. Зина жасау етек алады. Сенімді адамдарды опасыздай көреді. Опасыз, өтірікшілер сенімге келеді. Жала жабу мен жалған куәлік көбейеді. Жауында апаттар әубейеді. Зекет берілмейтін болады. Ішімдік ішу көбейеді. Құран оқитын пасық және күнәһар хафыздар көбейеді. Жағымсыз қалымдар болады. Опасыз, өтірікшілер болады. Дін ілімін білетін ғалымдар, фақихтар азаяды. Кедейлер көбейеді. Әйел өзінің бастығынан босанатын болады. Мұхаммед пайғамбар 14 ғасыр бұрын осылай болжап кеткен. Қазір қарап отырсақ, қазір технологик заманымыздың дәргейіне айналып отыр. Мұхаммед пайғамбар сахабаларына ақырзаман туралы сұхбаттасқанда, егер мына 10 нәрсе болмайынша ақырзаман болмайды депті.
Енді үлкен белгілерін айтатын боламыз. Тұман, дәжжал, даббатул арс. Күн батқан жақтан шығады. Иса көктен түседі. Яжуж мәжуж шығады. Шығыс, батыс жақтан бір жер батады. Араб түбегіндегі бір жер шөгеді. Иеменнен от шығып адамдарды алып барады. Қиямет қайғым жақындағанда ең біріншіден жердің бетін тұман қаптайды. Тұман 40 күн, 40 түн бойы қаптайды. Хадисте былай дейді: ақыр заманда бір тұман шығады. Ол кәпірлерді өлтіреді, мүміндерді тұмауратады. Ақыр заман жақындағанда жерде дәжжал есімді адам шығып, өзін құдаймын деп санайды. Дәжжал сөзі өтірікші дегенді білдіреді. Оны пайғамбар былай сипаттайды: дәжжал екі көзі соқыр, қалың шашты адам. Ол жәннаты де, тозақты да көреді. Бірақ жәннаты да тозақ бола алады. Ақыр заман таяғанда даббадул арз есімді бір хайуан шығатынын баяндайды. Бірақ даббаттың түрі неге ұқсайтыны әлі белгісіз. Хадистер арқылы оның сондай үлкен екенін аңғаруға болады. Сахабаның бірі: даббаттың бойы бұлтқа жеткенімен, аяғы әлі жерде болады. Аллах тағала жіберген табиғат заңына қайшы болатын құбылыс күн батқан жерінен қайта шығуы. Бұл күн жұма күнінде орын алады. Бұл күні осы батыстан шыққанын көрген адамдар жаппай имандық байлайды. Бірақ ол кездегі тәубелер мен дұғалар қабыл болмайды. Дәжжал әркімді дуалап жүргенде Аллах тағала жерге Иса пайғамбарды көктен түсіреді. Иса пайғамбар Мұхаммед үшін ислам дінін сақтау үшін көмектеседі. Себебі ол кезде Құран кітап жоқ болатын. Иса пайғамбар дәжжалды өлтіріп, адамдар арасында әділдікті орнатады. Иса пайғамбар өлген соң адамдар тарапынан су мен жел жібереді. Осы желден иманы бар адамдар о дүниедей болады. Тіпті таудың арғы жағына да тығылса да, жел оны тауып бақилық болады. Ал иманы жоқ адамдар білгенін істеп жата береді. Шайтандар осыны пайдаланып, оларды пұттарға табындырады. Бұдан кейін қиямет қайғым болатынын пайғамбар ескертіп кетті. Хадистерде яжуж мәжуждың шығатыны жайлы аяттар бар. Олар қиямет жақындағанда бір патшалықтан босанып, жердің бетін қаптап алып, шөп шықпайтындай ететіні жайлы айтылады. Батыста, шығыста, араб түбегінде бір жер бататыны жайлы аңыздар бар. Олар қай елдер екендігін тек бір Алла ғана біледі. Кейін Хижаздан бір от шығатындығы жайлы аңыздар бар. Ол от адамдарды мәшһүр майданына жинап әкеледі. Сосын жерге әхли түседі. Пайғамбарымыз: қияметтің күнінде менің есіміме ұқсас біреу жерге түсіп, тура жолға салады. Оның жүрген жері гүлденеді деген екен. Видео ұнаса каналға тіркеліп, лайк басып, пікіріңіз болса жаза кетіңіз.